Әке деген мен үшін 5-ші сыныптан бастап мен ән жаза бастадым. Ештеңе құл болмау керек, тек қана адам өзінің арының құлы болу керек деп ойлаймын. Қазіргі қазақ эстрадасына менің көңілім толады. Сәл бір жерден құлап кетсең, сүрініп кетсең, сен аяғыңнан шалған бірінші камерасын алып жүгіреді, сен бүкіл әлемге сен өзіңді масқара, өзіміздің жаңа артымызды ашып жататын. Бұрынғы ата бабамыз армандап кеткен сондай қазақ халық болады деп мен кәміл сеніммен айта аламын. Еш уақытта мен мемлекеттен дәреже, мемлекеттік марапат күтпегем. Берсе әрине қуанасың. Біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Мен қазір Алматы қаласында тұрамын. Осы Алматы қаласында, өнер ортасында, оңтүстік астанамызда тұрып жатқанымға 20 жылдан асты. Дәл қазір мен Алматы қаласындағы Алматы қаласының мәдениет басқармасына қарайтын Алматы әуендері мемлекеттік концерттік бірлестікте әнші қызметін атқарып жүрмін. Осы Алматы қаласында. Әке деген мен үшін өте ауыр сұрақ, өте қиын сұрақ. Әке деген бір-ақ ауыз сөзбен айтатын сөз емес, бірақ әке деген сөздің өзі ұлттың тәрбиесі ғой. Баланың, қыздың, сол әке деген бір-ақ ауыз сөзі адамды батырлыққа, махаббатқа, адамгершілікке, алға қарай ұмтылысқа баулайтын бір-ақ ауыз сөз бұл әке деген сөз. Сол себептен әке деген бұл өте қасиетті, өте бір, енді оны сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Әке асқар тау деп айтады ғой біздің қазақ атамыз. Әке деген шынында асқар тау. Ана бұлақ, балалар оның айналасында құрақ дегендей. Әке деген бір-ақ ауыз сөздің өзі балаға үлкен тәрбие. Тәрбие мектебі. Бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді ғой. Әкенің саған сөйлемесе де бұлай отырып, қасында шай ішкен болмаса ары көшеден бері бұлай жүріп өткен өзі балаға үлкен тәрбие, үлкен мектеп. Ана деген ол біріншіден сенің қамқоршың. Екіншіден азанда да, түнде де, күндіз де, қай кезде болса бала анасының құрсағында, болмаса анасының етегінде, анасының қол жетегінде өседі. Сол себептен ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Ана деген мен үшін әкеден мысалға, әке деген бір ауыз сөзден мысалға бойыңда бір қорқыныш болмаса бір аяғыңды тартып өзіңді жинасаң, ана деген сөз адамды жас бала, кез келген адамды бір жас балаға айландырып жібереді бір-ақ ауыз сөз. Ана деген сөз айтқан кезде сен өзің бір кәдімгі бір бесікте жатқан, болмаса тілі жаңадан шыққан баладай сезімге түсіретін сөз ана деген бір-ақ ауыз сөз. Ата-ана алдындағы борышымды түгел өтеген жоқпын. Өйткені әкемнің жаңағы айттым, мен енді әкем ерте дүниеден өткен, бірақ әкемнің арманын мен орындадым. Әкем жетпеген арманын орындадым деп, ол жағынан әкемнің парызын өтедім деп өзімді бір керемет сезімде көремін өзімді. Өйткені енді әкем ерте дүниеден өтті. Ал енді ата-ана борышын әлі, енді қанша жұмыс жасасын да, қанша үлдемен бүлдеге орасан да, ата-ананың алдындағы борышын еш уақытта өте алмайсың. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің деп айтып жатады ғой біздің қазақта. Сол себептен мен анамның жасаған көп тірлігін әлі жасап үлгерген жоқпын. Мен анам қазір 87-те, сол анамның жасаған тірліктерінің бір 50%-ын ғана орындадым. Әлі тағы 50% бар, оны орындау білмедім.
Сол себептен ата ананың парызынан еш уақытта құтыла алмайсың, қарызынан да құтылмайсың. Бірақ сол ата ананы ұятқа қалдырмау, ата ананың мақтанышы болу үшін, ата ананың үмітін ақтау үшін кез келген бала әрекет жасау керек деп ойлаймын. Өте жақсы сұрақ. Мен бала кезімнен әр арманшыл өстімде, бірінші мен суретші болғым келді. Кейін спортшы болғым келді, футболист болғым келді. Ал кейін мен жаңа бойымда сондай ән жазатын қабілеттер пайда бола бастады да, сол кезде мен ән жаза бастадым. Мектеп қабырғасында 5-ші сыныптан бастап мен ән жаза бастадым. Ал енді менің әндерім тойға арнап жазылған әндер ма, болмаса басқа жерге арнап жазылған ба, әрине кез келген ән әртүрлі ортаға арнап жазылады. Менің соның ішінде әртүрлі бағытта әндер жазам. Мен балаларға арнап әндер жазам, мен патриоттық тақырыптарда әндер жазам, ата-аналар туралы әндер жазам. Соның ішіндегі менің халыққа көбірек танылып, халықтың жаңағы сүйіспеншілігінен орын алып жатқан әндер көбінше бұл той әндері. Мен осы бағытта ең алғаш жұмыс жасаған адаммын деп өзімді есептеймін. Негізі бұны журналистер айту керек, бірақ біздің журналистер әлі бізде музыка зерттеушісі қазақ, қазір заманауи егеменді Қазақстан болғалы біздің шыққан әншілерімізді зерттейтін, болмаса музыканттар зерттейтін, бізде музыкалық жаңағы журналистер о жағы жоқ болып тұр да, сол себептен ешкім айтпайды. Ал енді бұл жерде олар жоқ, ал айтпаған нәрсені мен айтуым керек болып жатыр. Мен ең алғаш той әндерін қалыптастырған әншімін, композитормын. Арнайы тойларға арнап, тойларда ырғақты билейтін әндерге, көңіл көтеретін әндерге бет бұрып, мен сондай әндерді жазған композитормын. Менің әндерім өте көп, кітапта да жазылып жатыр, балалардың мектеп оқушыларында да бар, мектеп оқулықтарында да менің әндерім бар, үлкен сахналарда әндерім қойылып жатыр. Сол себептен әндерді әртүрлі бағытта жазамын. Қазір өте көп әншілер, Құдайға шүкір, біздің қазақ эстрадасы өте қарқынды жақсы дамуда. Оның үстіне сауатты біздің музыканттар қазір өзінің жемісін бере бастады. Осы 30 жылдың ішінде, 30 жылдың соңғы бір 20 жыл деп айтайық, сол жылдары 20 жылдар бұрын бастаған жаңағы оқып келе оққан балалар қазір үлкен жетістіктерге жетіп, үлкен бір тамаша табыстарды көрсетіп жатыр. Қазіргі қазақ эстрадасына менің көңілім толады. Ар алдында әрине адалмын. Өйткені қазақта сөз бар, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Ананың, әкенің осы бір ауыз сөзімен тәрбиесінде өскен баламыз, сол себептен ар алдында өзім адалмын деп есептеймін. Арды өзімнің қара бастың қамы үшін, болмаса пайдасы үшін арымды сатқан жерлерім болған жоқ деп ойлаймын. Өйткені менде ондай жағдайлар кездескен жоқ. Өйткені мен жүрген ортам ондай жағдайға апармайды. Бір жағы адамның өзіне де байланысты болу керек деп ойлаймын. Сол себептен әрдайым арды ақшадан да бәрінен жоғары қойып жүру керек. Ештеңеге құл болмау керек, тек қана адам өзінің арының құлы болу керек деп ойлаймын. Солай, атақтан атүркейтіндей дәрежеге қаптық, мыңда бір шүкір, бірақ мен оны өзім сезінбеймін, оны халықтардың аузынан естіп жатамын. Біз бала кезімізде Алтайыптар ансамблі біздің атымыз шығып жүрген кезде, біздің үйге келген жаңағы тойларға, болмаса концерт қыдырып келген адамдар, ауылдың адамдары, болмаса ауылға келген адамдар Алтайыптардың үйін көрген кезде, кәдімгі бір кішкентай қазақтың ауылында бір кішкентай үй, десе, ой, Алтайыптар деген осы үйде тұра ма, мен Алтайыптар десе бір 3 этаж, 5 этажды бір үйді көзімізге елестететіміз деп айтады. Халыққа біздің атағымыз дардай, өзіме ештеңе білінбейді, кәдімгі. Мемлекет тарапынан атақ берілген жоқ, енді атақ үшін ән айтпайсың, атақ үшін жұмыс жасамайсың ғой. Адам атақ үшін жұмыс жасау керек деп ойламаймын мен. Адам кез келген салада болсын, ән болсын, өнері болсын, болмаса спорт болсын, болмаса жаңағы бизнес болсын, ол халқы үшін, елі үшін пайдатын тигізетін затпен айналысып, халыққа пайдам тигізсе деген мақсатта жұмыс істеу керек деп ойлаймын.
мысалға қанша бизнес болып үлкен шарықтасаң да сен қазақтың жігітсің, сен қазақтың бизнесменсің. Сол себептен сенің бизнесің қазаққа жұмыс жасау керек. Қазақ халқына, салтына, дәстүріне, әдет ғұрпына. Сол сияқты мен де өзімнің өнерімді қазақ халқына, салтына, әдет ғұрпына осы арнап отырам. Сол еш уақытта мен мемлекеттен дәреже, мемлекеттік марапат күтпегем. Берсе әрине қуанасың. Өйткені еңбектің бағаланғаны жақсы, халық бұрыннан бағалап, енді Құдайға шүкір сыйлап жүреді қай жерге барсақ. Бірақ ең алғашқы менің қуанғаным сыйлық мемлекеттік деп айтайық, мемлекеттік емес, өзімнің Қазығұрт ауданының туып өскен ауданымның құрметті азаматымын. Сол үшін мен үшін өте қымбат, және оңтүстік Қазақстан облысына еңбегі сіңген деген менің медалім бар. Сол екеуі маған өте қымбат. Өйткені өзің туған жерің сені сөйтіп құрметті бағалап тұрған кезде қалай марқаймайсың. Ұлт мәселесінде ешқашан мен үндемей қалған кезім болған емес. Әскер қатарында жүрген кезінде, одақ деп айтайық ол кезде. Сол кезде маған бәрі айтатын, әр 15 республиканың ұлттары болды ғой. Сол кезде жігіттерге білген орысшама сөйлесіп жатасың ғой. Мен өз түрім кімге ұқсайды десем, сен ты настоящий типичный казах деп айтатын мені. Сол себептен тіл білмегенім үшін, болмаса басқа алғаным үшін еш уақытта намыстанған емеспін. Біз әскерге барған кезде мені бір ағам шығарып салған кезде, сен қазақтың баласысың. Қазақ деген ұлттың атына еш уақытта кір келтірме. Біреуден таяқ жеп, болмаса командирлермен сөзесіп біздің жаманатқа қалдырма, қазақтың атына кір келтірме, ана басқа ұлттардың алдында деп мен бір ауыз сөзбен шығарып алған. Сол сөз мені 2 жыл әскерден кез келген қиындықтан оңай алып шықты. Басқа ұлттармен жаңағы төбелесетін жағдайлар болса, қазақтың намы өзімнің қара басым қамы үшін емес, таяқ жеп бір жерім сынып қалса да, болмаса таяқ жеп қаламау деген ой тұрғанның өзінде мына қазақ баланы ұрдым деп айтпасын деп жанымды салатын қазақ үшін. Сол себептен ұлтқа қызмет жасау менің басты қағидам ғой. Енді ұлтқа ең қауіпті нәрсе не деген сұраққа былай жауап беруге болады. Ең бірінші ұлтқа қауіп төндіретін, бізден қазір сырттан бізге жау келмейді. Қазақ айтады ғой, іштен шыққан жау жаман дейді. Дегенмен де бұрынғы біз бала кезіміздегі қазақ пен қазіргі адамдарды салыстырмалы түрде біз айта аламыз. Өйткені біз сол заманды көрдік, қазіргі заманды көрдік. Біздің бала кезіміздегі қазақтың мінез құлқы мүлдем басқа болатын. Мысалға бір кез келген бір ауылдан бір жаманатты бір сондай бір өрескел тірліктер болмаса, сондай бір істер, адами қасиеттер жұрдай бір сондай тірліктер болатын болса, сол ауылдың адамдары ол келесі ауылға жеткізбей, сол жерде ауыл ақсақалдар бар, ағайын туған-туғандар бар, соның бәрін қазан аузын жауып тастайтын. Ал енді қазір сәл бір жерден құлап кетсең, сүрініп кетсең, сен аяғыңнан шалған бірінші камерасын алып жүгіреді, сен бүкіл әлемге сені өзіңді масқара қылып, өзіміздің жаңа артымызды ашып жататын кезіміз болып жатыр қазір. Сол себептен ұлтқа ең қауіп болатын әрине бұл ең бірінші тіл. Одан кейін мен жаңағы сөзімді айттым, кез келген нәрсе қазаққа, қазақтың тіліне, мысалы біздің бизнес болсын, ғылым болсын, дініміз, спортымыз, бизнесіміз, не болсын, соның бәрі қазаққа, қазақтың тіліне, қазақтың салт дәстүріне, әдет ғұрпына қызмет жасау керек. Одан кейін барып ары қарай өзіне болмаса әлемге қызмет жасау керек. Егер осылар қазақ халқына қызмет жасамаса, салтына қызмет жасамаса, дәстүріне қызмет жасамаса, тіліне қызмет жасамайтын болса, әрқайсы қара басын қамын ойлап кететін болса, міне ұлтқа жау осы деп есептеймін. Ертеңгі қазақ біздің ата-бабамыз армандаған қазақ болады деп ойлаймын. Ертеңгі қазақ ол өте білімді, оқымысты, саналы, өте мәдениеті жоғары. Енді бұрынғы ата-бабамыз армандап кеткен сондай қазақ халық болады деп мен кәміл сеніммен айта аламын. Мен зиялы қауымдардың сол кезіндегі маған сөз берілетін болса, мен тағы да жаңа сөзімді айтарым. Ол жерде мысалға алдымда үлкен жаңағы
сахнада болмаса үлкен жаңағы залдың ішінде әртүрлі саланы қызметкерлер отырған кезде бәріне айтар едім, ғылым да, дін де, өнер де, бизнес те, әскери неміз, бәрі қазаққа қызмет жасау керек, қазаққа қызмет жасасын деп айтар едім. Енді бір керемет өмір ол тек қана кинода ғана болады ғой, адамның қиялында ғана болады. Өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болып жатады. Дегенмен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, қазіргі дәл мына өмір сүріп жатқан заманымызда мүмкіндіктерге шектеу жоқ ешқандай. Сіздің бойыңызда кез келген мүмкіндік болатын болса, сіз әлемге, Голливудқа болмаса, Болливудқа болмаса басқа жерге барып, сіз өзіңіздің бойыңызда қасиетті бүкіл әлемге таратыласыз. Сол себептен қазақ болашақтан үмітін үзбесін, өткенімізді ұмытпасын, бүгінгімен өмір сүрсін дегім келеді.